Зәулім ғимараттар айтарлықтай биіктігі бар биік ғимараттарға жатады. 19 ғасырға дейін 6 қабаттан асатын ғимараттар әлі де сирек болатын. Барған сайын дамып келе жатқан болат пен темірбетон технологиясымен бірге лифт өнертабысы арқылы адамдар өте биік ғимараттарда үлкен жетістіктерге жетті. Ғимараттардың биіктігі бойынша әлемдік рекорд бір ғасыр ішінде үздіксіз жаңарып отырды. Зәулім ғимараттардың салынуы адамзаттың сәулет саласындағы үздіксіз серпілістерін көрсетумен қатар, әлемдегі қалалардың стилі мен технологиясының символына айналды. 2021 жылдың тамыз айындағы жағдай бойынша дүниежүзілік биік ғимараттар кеңесі таңдаған әлемдегі ең үздік 10 биік ғимаратты қарастырайық. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Тайбэй 101 деп аталатын Тайбэйде орналасқан зәулім ғимарат. Ол Тайваньдағы ең биік ғимарат және Тайбэйдегі ең маңызды және өкілді орындардың бірі. Тайбэй 101 жалпы биіктігі 508 метр, жер үстінде барлығы 101 қабат, жер астында 5 қабат және жалпы ауданы 371 мың шаршы метр. Тайбэй 101 құрылысы 1999 жылдың қыркүйегінде басталып, 2004 жылдың 31 желтоқсанында аяқталып ашылды. Аяқталғаннан кейін 1830 күн ішінде ол әлемдегі ең биік ғимарат атағын алды. Бірақ 2010 жылдың 4 қаңтарында жаңадан аяқталған Халифа мұнарасы одан асып түсті. Сонымен ол қазіргі уақытта әлемдегі ең биік 10-шы ғимарат болып табылады. Тынық мұхитының жанартау белдеуінде орналасқандықтан Тайбэй 101 тағы бір аз белгілі құрметке ие, яғни жаһандық жер сілкінісі белдеуіндегі ең биік зәулім ғимарат. Ғимараттың жер сілкінісі мен тайфун кезіндегі сілкінісін азайту үшін Тайбэй 101 төбесіне бапталған демпфер орнатылған. Ол алып болат шарлардың тербелісі арқылы ғимараттың шайқалуын бәсеңдетеді. Сонымен қатар әлемдегі ең үлкен туристер үшін ашық жалғыз алып демпфер. 2019 жылдың 14 маусымында Тайбэй 101 91 қабатынан 460 метр биіктікте өзінің бақылау палубасын ашты. Бұл оны әлемдегі ең биік сыртқы төбеден көрініс тамашалау орнына айналдырды. Бейжің Ситик мұнарасы, сондай-ақ China Zen ретінде белгілі Бейжіңдегі Қытайдың іскерлік орталығында орналасқан өте биік зәулім ғимарат. Биіктігі 528 метрді құрайтын бұл 108 қабатты ғимараттың 108 қабаты жер үстінде, 7 қабаты жер астында. Бұл бір уақытта 12 мың адам жұмыс істей алатын таза кеңсе ғимараты. 2016 жылдың 18 тамызында салынып жатқан Бейжіңдегі Ситик мұнарасы алғаш рет 333 метр биіктікке жетіп, оны әлемдегі үшінші ең биік таза кеңсе ғимараты қатарына қосты. Аты айтып тұрғандай, Қытай зуының дизайн концепциясы ежелгі қытайлық зуын ғұрыптық ыдысынан шыққан. Мұнара табанының ені 78 метр, орталық бөлігінің ені 54 метр, төбесінің ені 69 метр. Пекиндегі ең көздің жауын алатын белгі. Пекиндегі Ситик мұнарасы икемді пішінді дизайнмен қоса, аяқталу сәтінде Бейжіңдегі ең таң қалдыратын көрнекті орынға айналды. Қазіргі уақытта Пекин Ситик мұнарасы солтүстік Қытайдағы үшінші биік ғимарат болып табылады және Қытайдың заманауи үздік 10 ғимараты ретінде бағаланды. Тяньцзин Чоу Тайфук қаржы орталығы Тяньцзиннің Бинхай деген жаңа ауданында орналасқан. Қытайдағы өте биік зәулім ғимарат. Бұл Бинхай жаңа ауданындағы ең көрнекті зәулім ғимараттардың бірі және сонымен қатар Бинхай жаңа ауданындағы ең биік ғимарат. Жобаны Гонконг Чоу Тайфук группы 8 миллиард юаньға салған. Ол 2018 жылдың соңында аяқталды. Оның негізгі мақсаты кеңселер, қонақ үйлер, пәтерлер және коммерциялық бөлшек сауда орталығы болып табылады. Мұнараның жалпы биіктігі 530 метр, 97 қабаты жер үстінде және 4 қабаты жер астында. Тяньцзин Чоу Тайфук қаржы орталығы салынып біткен кезде ол Қытайдағы Янцзы өзенінің солтүстігіндегі ең биік ғимарат болып, Қытайдағы 4-ші ең биік ғимарат және әлемдегі 8-ші ең биік ғимарат болды. Ол дәйекті түрде 200-ге жуық марапаттарға ие болды. Мысалы, жаһандық инженерлік құрылыс индустриясының үздік сыйлығы, 400 метрден асатын ең жақсы биік ғимарат, үздік құрылымдық инженерия сыйлығы және халықаралық қауіпсіздік сыйлығы қатарлылар. Бұл өте биік зәулім ғимараттың дизайн шабыты өнердегі және табиғаттағы геометриялық пішіндерден алынған. Ол ғимараттың жалпы пішінін жоғары қарай кішірейту үшін толқынды қисықтарды пайдалана отырып, аспан сызығында биік және көздің жауын алатын бейнені көрсетеді. Жоғарыда аталған Тяньцзин Чоу Тайфук қаржы орталығы әлемдегі Чоу Тайфук тобының атымен аталған екінші өте көп қабатты ғимарат. Ал Чоу Тайфук тобының қарамағындағы бірінші зәулім ғимарат Қытайда Гуанчжоу Чжуцзян деген жаңа қаласында орналасқан ғимарат.
Гуанчжоу шығыс мұнарасы және Гуанчжоу Чоу-Тай Фука қаржы орталығы ретінде де аталады. Бұл зәулім ғимараттың жалпы биіктігі бұрын енгізілген Тяньцзин Чоу-Тай Фука қаржы орталығымен бірдей 530 метр. Бірақ ғимарат ішіндегі адамдар үшін алып жатқан биіктік 495,5 метрге жетеді. Бұл соңғысынан 56 метрге жоғары болып, әлемдегі ең биік ғимараттардың ондығы тізімінде 7-ші орынға ие болды. Гуанчжоу Чоу-Тай Фука қаржы орталығы әлемдегі ең жылдам лифтке ие екенін мәлімдейді. Оның максималды жылдамдығы минутына 1200 метр, сағатына 72 шақырымға тең және көтерілу жылдамдығы секундына 20 метрге жетеді. Бірінші қабаттан 95-ші қабатқа дейін бар болғаны 43 секундта көтеріледі. Әлемдегі жоғары жылдамдықты лифттердің көтерілу жылдамдығын рекордын жаңартты. Дүниежүзілік сауда орталығының бірінші номерлі ғимараты ақш-тағы Нью-Йорк қаласының Манхэттенде орналасқан зәулім ғимарат, өкінішке орай 11-ші қыркүйектегі шабуылдардан зардап шеккен және қайта салынған. Дүниежүзілік сауда орталығының бірінші номерлі ғимаратының құрылысы 2006 жылдың 27 сәуірінде басталып, 2014 жылдың 3 қарашасында аяқталды. Қазіргі уақытта ол батыс жарты шардағы ең биік ғимарат және әлемдегі ең биік ғимараттардың ішінде 6-шы орынды иеледі. Қайта құрудан кейін дүниежүзілік сауда орталық бірінші номерлі ғимараты 11-ші қыркүйектегі шабуылдар кезінде құлаған дүниежүзілік сауда егіз мұнарасының орнына салынып, дүниежүзілік сауда орталығының негізгі ғимаратына айналды. Ол жер үстінде барлығы 94 қабат және жер астында 5 қабат. Төбесінің биіктігі 417 метр. Бұл бұрынғы дүниежүзілік сауда орталығының қираған солтүстік мұнарасының төбесінің биіктігіне сәйкес келеді. Ең жоғары пайдалы қабаттың биіктігі 415 метр. Бұрынғы дүниежүзілік сауда орталығының оңтүстік мұнарасының төбесінің биіктігін бейнелейді. Сонымен қатар, шатырдан биікке қарай шығып тұратын ұзыншақ темір дүниежүзілік сауда орталығының жалпы биіктігін 541 метрге жеткізді. Футпен есептегенде 1776 футқа тең болып, Америка құрама штатының құрылған жылын атап өтті. Оңтүстік Кореяның Сеул қаласының оңтүстік шығысындағы Джамсил ауданында орналасқан Лотта әлемі ғимараты биіктігі 556 метр. Жалпы 123 қабаты бар зәулім ғимарат. Бұл Кореядағы ең биік ғимарат. Лотта әлемі ғимаратының құрылысы 2010 жылы басталып, 7 жылдан кейін ол 2016 жылдың желтоқсанында аяқталды. Ол бірден әлемдегі ең биік 5-ші ғимарат және Азиядағы ең биік 3-ші ғимарат болды. Сонымен бірге ол әлемдегі дамыған елдерінің ішінде ең биік зәулім ғимаратты болды. Сеулдегі ең таңғаларлық көрнекті орындардың бірі ретінде Лотта әлемі ғимаратты көп мақсатты зәулім ғимарат болып, ғимараттың 14-38-ші қабаттары кеңселер үшін, 42-ден 71-ші қабаттары бизнес кеңістігі үшін және 76-101-ші қабаттар Лотта қонақ үй үшін пайдаланылады. Пайдалануда ең биік 117-ден 123-ші қабаттарға дейін тамашалау палубалары және аспан кафелері жабдықталған. Бұл әлемдегі 3-ші ең биік тамашалау палубасы болып табылады. Қытай Шэньшэньнің Футян ауданында орналасқан Пинг Ан қаржы орталығы Шэньшэньдегі көрнекті ғимараттардың бірі болып табылады. Сондай-ақ бұл Шэньшэньдегі ең биік ғимарат, әлемдегі 4-ші биік ғимарат және әлемдегі ең биік кеңсе ғимараты. Пинг Ан қаржы орталығының негізгі мұнарасының биіктігі 118 қабатты болып, жерасты 5 қабат және тереңдігі 29,8 метр болды. Ол 2017 жылдың наурыз айында аяқталды. Пинг Ан қаржы орталығының бастапқы жобалық биіктігі 660 метрді құрады. Қала үстіндегі авиацияның биіктік шегіне байланысты соңында ғимарат 600 метрден төмен қылып шешіметілді. Ал аяқталғаннан кейін жалпы биіктігі 599,1 метрді құрады. Бұл зәулім ғимаратты Шэньшэньдің түкпір-түкпірінен, Лантау аралынан, Маоншаннан, Гонконгтан және Коулун түбегінен де көруге болады. Пинг Ан қаржы орталығының 116-ші қабатында бұлтты көрікті қабат атты экскурсиялық зал салынды. Ол әлемдегі ең биік экскурсиялық зал болып табылады. Келушілер экскурсиялық залдан Шэньшэнь қаласын, Гонконгтың солтүстік ауданын, халықаралық сауда орталығын және Виктория айлағындағы керемет пейзажды тамашалай алады. Әлемдегі ең биік 3 зәулім ғимараттың екеуі таяу шығыста орналасқанын білесіз бе? Әлемдегі ең биік 3-ші ғимарат Сауд Арабиясының Мекке қаласында орналасқан күрделі ғимарат. Бұл ғимарат 2012 жылы салынып біткен. Оны патша сағаты қонақ үйі деп атайды. Аяқталғаннан кейін ол әлемдегі ең биік қонақ үйі, әлемдегі ең биік сағат мұнарасы, әлемдегі ең үлкен сағаттық мұнара және әлемдегі ең үлкен еден ауданы сияқты көптеген атақтарды жеңіп алды. Мекке патша сағат қонақ үйі сонымен қатар Дубайдағы
Бурдж Халифа мен Қытайдағы Шанхай мұнарасынан кейінгі үшінші биік ғимарат орында. Мекке патша сағат қонақ үйі Сауд Арабиясы корольдігіндегі ең ірі құрылыс компаниясы Бен Ладен Групп тұрғызған. Құрылыс алаңы әлемдегі ең үлкен мешіт, исламдық қасиетті орынның жанында орналасқан. Қонақ үйдің үстіндегі қоңырау мұнарасына маңызды тапсырма беріледі. Ол қажылық кезінде стандартты уақытты көрсету. Кәдімгі зәулім ғимараттардан айырмашылығы, Меккедегі патша сағат қонақ үйі көптеген ғимараттардан тұрады. Олардың ең биік ғимараты қонақ үй ретінде салынған. Ғимараттың жалпы биіктігі 601 метр және аяқталғаннан кейін әлемдегі ең биік үшінші ғимарат атағына ие болды. Бүкіл кешен ғимаратының ауданы 1,5 миллион шаршы метрге дейін жетеді. Дубай халықаралық әуежайын бір сәтте басып озып, әлемдегі ең үлкен алаңы бар ғимаратқа айналды. Шанхай мұнарасы деп аталатын Қытайдағы Шанхай қаласы Луцзяцуй қаржы орталығында орналасқан өте биік ғимарат. Ол 2016 жылы салынып бітті және қазіргі уақытта әлемдегі ең биік екінші ғимарат болып табылады. Шанхай мұнарасының негізгі корпусы 128 қабат және жалпы биіктігі 632 метр. Қытайдағы ең биік ғимарат болумен қатар, жылдамдығы секундына 20 метр болатын әлемдегі екінші ең жылдам лифтімен және биіктігі 562 метр тұратын әлемдегі екінші биік көрініс тамашалау орны жабдықталған. Келушілерге Шанхайдың сұлулығын көруге мүмкіндік береді. Шанхай мұнарасының архитектуралық пішіні спираль тәрізді. Ол сыртқы көріністе тамаша көрнекі әсерлерге ие болып қана қоймайды. Сонымен қатар күшті желге жақсы қарсы тұра алады. Сонымен қатар, ғимарат салмағы 1000 тонна алып демпфермен жабдықталған. Ғимараттың теңселуін азайту үшін қолданылады. Әлемдегі екінші туристер үшін ашық демпфері болумен қатар, ол әлемдегі ең ауыр алып демпфер болып табылады. Әлемдегі ең биік ғимарат Бурдж Халифа таяу шығыстағы Біріккен Араб Әмірліктерінде орналасқан. Ең гүлденген құмды алқап қаласы Дубай. Ғимараттың биіктігі таңғаларлықтай 828 метрге жетті. Бұл екінші орында тұрған Шанхай мұнарасынан 196 метрге биік. Бұл адамзат тарихындағы биіктігі 800 метрден асатын бірінші ғимарат. Бурдж Халифа жалпы 163 қабаттан тұрады және құны 1,5 миллиард ақш долларын құрайды. Ол құрылысы 2004 жылы 21 қыркүйекте басталып, құрылысы 5 жылға созылып, 2010 жылдың 4 қаңтарында ресми түрде аяқталып ашылды. Халифа ислам әлеміндегі жоғарғы басшы деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар Араб империясының бұрынғы билеушілерінің құрметті атағы болып табылады. Бурдж Халифаның едені қарапайым латын әріпінің Y әріпінің пішінін қолданған. Дизайн тұжырымдамасы құмды алқап гүлі ретінде белгілі өрмекші орхидеясынан алынған. Мұнара құрылымы темір бетонды және әйнектен жасалған сыртқы қабырға құрылымы. Оның тіректері құбырын қоршап тұрған 3 маңызды қанаттан тұрады. Ғимарат тегіс негізден көтеріледі. Ал биіктігі көтерілген сайын ғимараттың көлемі бірте-бірте азайып, спираль пішінін құрайды. Ең ортасындағы ең негізгі тіреу ақырында ғимараттың ең төбесінен шығады. Бурдж Халифа экономикалық, сауда және экскурсиялық мақсаттарда пайдаланылуымен қатар, шөлді Дубай қаласының экспозициясын арттырды және Дубайдың халықаралық беделін айтарлықтай көтерді. Сонымен қатар, шамамен 4000 жыл бойы Египеттегі Хуфу пирамидасы әлемдегі ең биік ғимарат болып тұрды. Ол 1311 жылы Англиядағы Линкольн соборы асып түскенге дейін әлемдегі ең биік ғимарат болды. Ал Бурдж Халифаның дүниеге келуімен әлемдегі ең биік ғимарат атағы қайтадан таяу шығысқа қайтарылудың символдық мәні болды. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.